Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей жансая. Бүгін мен сіздерге бала дүниеге келгенде жасалатын 6 түрлі амал туралы айтатын боламын. Әсіресе көп ата-аналар біле бермейтін шариғат шеңберінде сүннетке сай жасалынатын тахник жасау мен баланың шашын өлшеп күміс садақа беру туралы айтатын боламын. Егер де сізге осындай ақпарат қызық болатын болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналымнан осындай танымды, қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін баланың ерте жастан дамыту, балаларға арналған дамытушы ойындарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және тек видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчик басуды ұмытып кетпеңіздер. Ендеше кеттік. Ең бірінші амал ол бізде сүйінші сұрау. Сәбидің аман есен дүниеге келуі сүйінші сұрауға тұрарлық қуанышты жаңалықтардың бірі. Мұндай кезде біреуі ата-әже атанып қуанса, екіншісі әке, ана деген ардақты есімдерге ие болып, өміріне елеулі өзгеріс енеді. Алла тағала Құран кәрімде бала сұрап дұға тілеген пайғамбарын қуандырып: «Ей Закария, біз сені ұлмен сеншілейміз, есімі Яхия. Бұған дейін ешкімді ол есіммен атамадық» делінген. Яғни біздің баламыз дүниеге келген сәтінде Аллах тағалаға шүкір ете отырып, көптеген адамдарға бұл хабарды естіртіп, сүйінші сұрауымыз құптарлық амалдардың бірі. Бала дүниеге келген кезде жасалынатын екінші амал ол әрине құттықтау. Сүйінші сұрап хабарласқан жанға құттықтау сөз айту ол әдепті істің бірі. Бірақ көбінесе қазір бала дүниеге келген кезде бауы берік болсын, құтты болсынмен ғана шектелініп жатады. Бірақ та бала дүниеге келу ол өте қуанышты, сүйінші хабарлардың бірі, әрі Алла тағаланың сыйы. Соған сай біз мұсылман халқы ретінде қалай дұрыс құттықтасақ болады, соған мен сіздерге хадисті мысал ретінде, әңгімені мысал ретінде ұсынып отырмын. Соны бір мұқият тыңдап жүріп, керекті жерлерін жазып алып, бала дүниеге келген кезде осы бір сөздерді айтып жүрсеңіз, өте керемет болады. Перзенті болған адамды көргенде бір кісі шабандоз құтты болсын деген екен. Хасан әл-Басри оған: атқа шабатын шабандоз ба, немесе есек мінетін шабандоз ба, сен оны қайдан білдің депті. Әлгі адам: сонда мен қалай айтқаным дұрыс, не дегенім дұрыс дейді. Сонда Хасан әл-Басри: Алланың саған берген сыйы берекелі болсын. Бұл сыйды берген сыйлаушыға шүкірлік ет. Алла саған оның балиғатқа жетіп, жақсылықтарын көруіңді нәсіп етсін деп айт деген екен. Міне осы жердегі Хасан әл-Басридің сөздерін өздеріңізге жазып алсаңыз, не болмаса скриндап алсаңыздар болады. Соны бір сізге сүйінші сұрап хабарласқан жақыныңызға айтсаңыз, сіз сол сәтте Алланы еске алып тұрғаныңыз болып табылады. Келесі үшінші амал ол бізде тахник жасау. Бұл амалды көбі біле бермейді, бірақ бұны жасау сүннетке жатады екен. Тахник дегеніміз не? Бала дүниеге келген кезде ең бірінші аузына алынған дүниесі құрма. Яғни су саусағыңызбен баланың таңдайына құрманың кішкентай ғана бөлігін жағу. Осылайша мысалда келтіргенде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам солай жасаған екен. Сіз де солай жасасаңыз, сүннет амалды жасағандай болып, сауап алатын боласыз иншалла. Яғни сіз перзентханада болған кезде бұны көбінесе әкелері, ер азаматтар, сыйлы адамдар жасап жатады. Бірақ та егер де сізде бір осыған амал етем, ең алғашқы жемісі алынған дәмі құрма болғасын деген ниетпен болсаңыз, өзіңіз перзентханада жасасаңыз да болады. Яғни өзіңізбен бірге әжуа құрмасын, не болмаса кез келген құрманы аласыз да, соның таңдайына баланың таңдайынан бір сүртіп өтесіз. Неліктен әжуа құрмасы? Әжуа ол жеміс.
жеміс болғанда жәннаттан келген жеміс деп айтылады хадистерде. Сонымен қатар ол улануға қарсы делінген. Яғни сол бір әжуа құрмасын арнайы перзентханаға апарып солай жасасаңыз болады. Келесі амал ол бізде сәбидің құлағына азан шақырып атын қою. Қазір көпшілігі туу туралы куәлікке баланың атын жазғанымен де осы бір сүннет амалды көбі орындамай жатады. Бұны неліктен орындау керек? Хадистерде айтылғандай, егер де баланың құлағына, оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтылатын болса, балаға умму-сибян деген ауру жоламайды екен. Умму-сибян деп тұрғанымыз баланы ауру қылатын жел немесе жынның кесірі балаға тимейді екен. Сондықтан да бұл сүннет амалды баланың әкесіне жасатсаңыз, имамға жасатсаңыз, не болмаса сыйлы деп таныған құрметті бір азаматқа жасатсаңыз да болады. Бірақ та бұны жасау сүннет екенін ұмытпаңыздар, және сүннетті жасау отырып сіздер сауапқа кенелетініңіздерді де ұмытпаңыздар. Сондықтан да осы бір ұмыт қалып жатқан дәстүрді міндетті түрде жасай жүріңіздер, аналар. Келесі ол бізде ақиқа малын сою, яғни бізде қазақта бұл шілдехана деп жатады. Ұл бала дүниеге келетін болса 2 қой сою, қыз бала дүниеге келетін болса 1 қой сойылады. Бұны ақиқа малы деп атайды. Ақиқаның сорпасын ішу, ақиқаның етін жеу анаға және күш-қуат береді, шілде терінің шығуына көмектеседі, яғни ананың денсаулығына да пайдалы. Ал бұл шариғатта, мұсылман дінде анау бірнеше 14 ғасыр бұрын айтылып, жазылып кеткен сүннеттердің бірі. Бала дүниеге келген кезде жасалынатын соңғы амал ол күмісті садақа ету. Бұл қалай? Баланың шашын, тырнағын алған күні шашын арнайы бір таразыға өлшеп алсаңыздар болады. Айталық, баланың шашы 2 грамм болды. Кейіннен Google-ға, Яндекске кіріп, сол күнгі күмістің валюталық өлшемін біліп аламыз. Мысалға, 1 грамм күміс ол 280 теңге тұрады делік. Кейіннен 280-ді 2-ге көбейтесіз, 560 теңге шықты. Сол 560 теңгені баланың атына мешітке садақа ретінде берсеңіз болады. Не болмаса қандай да бір қайырымдылық қорларына берсеңіздер болады. Сол арқылы сіз сүннетке сай амал жасаған болып табыласыз. Осы айтылған алды амалдардың барлығы шариғат шеңберінде, құрметті аналар. Сүннетке сай. Егер сіздер осылардың барлығын жасайтын болсаңыздар, сіз сауапқа кенелесіздер, иншалла. Осы видеоны жақында босанатын аналарға, достарыңызға міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Олар да осындай бір сауапқа кенелсін. Ал егер сіздің менің ақпаратым ұнап жатқан болса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен де сіздерге ұнап жатқанын біліп отырайын, құрметті аналар. Баршамызға Алла сауаптан жазсын деймін. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.